Сіздердің назарларыңызға мынандай 6 бұрышты ілмекпен тоқылған мотивті көрсетемін. Ол үшін бізге 2 түсті жіп. Мен 2 түсті таңдадым. Және де номер 4-ші ілмек. Әрине қайшыда керек бізге. Жіптің жуандығына қарай сіздер ілмекті таңдайсыздар. Менікі жуандау болғандықтан номер 4-ші ілмекті таңдадым. Енді бастаймыз. Алғашында 4 ілмекті жай тоқимыз. Бірінші қатары. Өзі 4 қатардан шатастырмасам. Мына жерден 1, 2, 3, 4. 4. 5-шісі сондай шетін ғана тоқылады екен. Егер ілмекті алатын болсаңыздар, тез айналдырып жіберуге болады видеоны. 1, 2, 3, 4. Оны біріншісіне келіп қосамыз. Камера мына жағында болғандықтан сондай үнемі ыңғайсыз болады. Енді екінші қатарға өтпес бұрын 3 ілмек бекітіп аламыз. 1, 2, мынау 3-шісі менде. 3 кетті. Мына жерден қарайық. Мына биіктігін алдым мен. Енді арасындағысы бар. Ол бізде 3 ілмек. Яғни барлығы 6 ілмек болады сонда. 1, 2, 3. Енді бір орамды бағананың 5-еуін тоқу керек, бірақ араларында 3 ілмектен тастап отырамыз. Кеттік. Біреуін тоқыдым, 3 ілмек аламыз. 1, 2, 3. Мына жіпті қазір ортасына кіргізіп жібереміз. Тағы да екіншісі. Үш ілмек. Келесі. Міне жіпті ортасына ұстап жатырмын мен. 3 ілмек. 1, 2, 3. Санап жүрейік. 1, 2, 3. Әлі 2-еуін тоқимын. Bir, 2, 3. Соңғысы. Кейін ұшын қырықтай болады. Мына ұшында. Енді 3-еумен бітіреміз. 1, 2, 3. Мына жерде біз биіктігін алған едік. 3-шісі. Соның 3-шісіне келіп қосу керек. 1, 2, 3. Мына жерден қосамыз енді. Ілмекті алдық. Іліп алдық. Енді шығару керек. Аламызды бірден шығарып жіберуге болады. Санап шығайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 болу керек. Екінші қатар. Мына қатарды тоқыдық. Енді екінші қатарда. Бір ғана өзгерістер болады. Соны тәртіпті жаттап алсаңыздар, оңайырақ болады. Әр нені қадамды қарап отырмайсыздар. Сосын қазір мына бір бұрышын қалай шығаратын көрсетейін. Және де солай тура қайталана беретін болады. Енді мына жерде 4 ілмек алғанмын мен. Биіктігі. Бұл біздің 4 ілмек 2 орамды бағананың рөлін ойнайды. 2, 3,
4. Және де 3 ілмек аламыз. Ол не үшін десеңіздер, мысалы біз қазір мына жерден, бұл біздің бір бұрышымыз болып тұр ғой. Мына жерде 4 ілмек алдық, мына арасында 3 ілмек болады. Бір, екі, үш. Бас аяғы 7 ілмек алдым. Бір орамды бағанам. Үш ілмек. 2 орамды бағана. Бұл біздің екінші бұрышымыз болып саналады. Оны мына жерге кіргіземін. Яғни мына жай орамымыздың мына жерге кіргізсеңіздер болады. Қайсы ыңғайлы, бұл жерде қатып қалған бір тәртіп жоқ. Бұл бізде екінші бұрыш болып тұр. Міне бір бұрышы, екінші бұрышы. Енді 3 ілмек аламыз. Осы тәртіпті жаттап алыңыздар. Қазір тағы қайталап жіберемін сіздерге. Бірінші көрсетіп жіберейін, қалғанын өздеріңіз соңына дейін тоқисыздар. Бір орамды бағана алдым. Мінекей. 3 ілмек. 2 орамды бағана. Бір бұрыш, екі бұрыш. Яғни бұрыштан арасын шығаратын кезде 2 орамды бағана, 3 ілмек, және де мына жерде біз алдында тоққанымыздың 3 ілмектің соған бойына тоқылады 1 орамды бағана. Және де 3 ілмек, 2 орам. Үшінші қатар. Міне соңғы 1 орамды бағананы тоқып бітіріп, енді 3 ілмекпен бітіреміз. Әр қатарда солай болады. 3 ілмек алдым. Оны бағана біз мына жерде 4 ілмек санаған едік, 1, 2, 3, 4. Сол 4-ші ұяшыққа әкеліп, аны кіргізу керек, ілмектен алу керек осы жерден. Үшінші қатар. 7 ілмек аламыз. 2, 3, 4, 5, 6. Жетеу. Мына жерден 1 орамды бағана, мына жерден 1 орамды бағана. Келесі бұрышқа барам дегенше. Ал орталарында 2 ілмектен болады. Кеттік көрсетейін. 1 орамды бағана. 2 ілмек, 1 орамды бағана, 3 ілмек, 1, 2, 3, 2 орамды бағана. Әр бұрышына келген кезде міндетті түрде 2 орамды бағана болады. Сол кезде бұрышы шығатын болады. Тура осы тәртіп қайталанады қазір. Келесісін көрсетейін. 1, 2, 3. 1 орамды бағананы мына жерге кіргіземіз. 2 ілмек. 1 орамды бағана. 3 ілмек. 2 орамды бағана. Бұл келесі біздің бұрышымыз болып жатыр. Осылай қайталанады. Үшінші қатарды тоқып жатырмыз.
яғни бұрышқа келген кезде 2 орамды бағана, 3 ілмек, 1 орамды бағана. Аралары 2 ілмек айырып тұрады. 1 орамды бағана, 3 ілмек. Яғни бұрышпен, не деп айтса болады, дуал деп айта салайық, мына жерде. Соның екеуінің ортасына 3 ілмектен болады. Осылай айналдырып келейік мына жерге дейін. Міне бітіріп жатырмын. 3 ілмек аламын. 1, 2, 3. Жаңа 4-ші ілмектің ұшына кіргіземіз мына жерде. 1, 2, 3. Мына жерден кіргізейік. 4-ші қатарға көшеміз. Мына жерде шатасып кетпеу үшін сізге бір несін айтып қойайын, анықтай алатын. Мынау 1-ші қатар болып тұр. 2-ші қатарға көшкен кезде 1 орамды бағананың біреуі ғана болды ортасында. 3-ші қатарға келген кезде 2 орам болып тұр. Ал 4-ші қатарға келген кезде осындайдың 1 орамды бағананың 3-еуі тоқылады. Әрине аралары 2 ілмектен бөлінеді. Онда ше кеттік. Соны тоқып жіберейін. 7 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 орамды бағана. Бір бұрыштан 2-ші бұрышты көрсетіп тұрмын сізге. Мына жерге тоқаймыз, мына жерге тоқаймыз, мына жерге тоқаймыз. 3-еу болады сонда. 1 орамды бағана, 2 ілмек, 1 орамды бағана, 2 ілмек. Соңғысына 1 орамды бағана. Енді бұрышына келген кезде 3 ілмек болады. 1, 2, 3. 2 орамды бағана. Жерге не алайын мен? Неге? Бір бұрышынан 2-ші бұрышқа келдік. Тағы көрсетіп жіберейін. 1, 2, 3. Сонда 2 бұрышындағы 1 орамды бағана 3 ілмектен бөліп тұрады. Осы тәртіп. 1 орамды бағана, 2 ілмек. 1 орамды бағана, 2 ілмек. Соңғысы 1 орамды бағананың соңғысы 3 ілмек. Өйткені біз бұрышқа келдік. Осылай қайталана береді. Бір бұрышы шықты, 2-ші бұрышы, 3-ші бұрышы. Бұл соңғы. Соңғысы қазір тағы да айналдырып шығамыз, айқындап. Міне бітіріп жатырмын. Көрінді біздің. Өте әдемі. 3 ілмектен бітіремін. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4-шісі. 4-ші ұяшықтан алып шығу керек. Ана жерде енді басқа түске көшеміз. Ол үшін аламыз да. Түйін қалай сіздерге ыңғайлы болады, мен шығып кетпесін деп осылай істеймін. Орап алдым. Сөйтімді мына жерден опаля деп шығарамын осылай. Мына түсті тартып қойайық. Болды, кейін қырып тастаймын қазір оны. Енді мына жерде мына бұрышты айтпақшы, мына жерге қазір тоқып жіберемін. Мына жер бұрыш болғандықтан бұл жерде біз 3 ілмек аламыз. Жай тоқымай андай төбеге қарата да. 1, 2, 3.
қазір мына жерге қырқып жіберейін. Екеуін бірге тоқып жіберуге болады. Мына жерде бізде 3 ілмек болғандықтан 3 ілмек тоқимын мен. 1 2 көрініп тұр деп ойлаймын сіздерге. Астындағы тоқылып кетіп жатыр бізде. 2 ұшы. Ал келесіде бізде 3 ілмек болды. Ой, 2 ілмек деген. Сондықтан 2 ілмек аламын. Мінекей. Келесіде де 2 ілмек болды. 2 ілмек тоқимын. 3 ілмек, 3 ілмек тоқимын. Жай 3 ілмек алатым, өткені біз бұрышқа елдік. Бұрышын тоқып атымын. Сөйтемді келесі ұшқа көшемін. Дәл осылай қайталана береді. 3 ілмек тұрған жерде 3, 2 тұрған кезде 2, 3, және де жай 3-ін тоқимыз. Мынандай бұрышын шығару үшін. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей. Осылай шықты. 3 ілмек алдым мына жерден. Енді бұрышын шығарамыз. Егер каналымыз ұнаса, жазылып кетсеңіздер болады. Бағаларыңызды қойып, комментарий жазып кетсеңіздер, маған өте, былайша айтқанда, басқа видеоларға түсіруге талпыныс берер еді. Егер схемаға қарап тоқимын десеңіздер, бұл видео шығам дегенше мен инстаграмға қойып қоюға тырысам. Сол жерге кіріп, скриншотпен түсіріп алсаңыздар болады схемасын. Мінекей былай жабамыз. Басқа мотивтер де бар. Схемаға қарап тоққан. Сол видеоларды көріп шықсаңыздар болады. Және де бұл мотивті қайға қолданылар едіңіздер. Соны жазып кетсеңіздер, маған да мүмкін идея болатын беді. Қуанышты болам оқуға. Жіптердің арасына бүйтіп кіргізіп жіберемін, сол кезде білінбейді. Енді 2 ұшын алып салайын. Мына жердегі де бұнда тақтық, қорықпай қырқа береміз. Алдындағы соны алып тастаймын. Міне 1 мотив, 2 мотив. Қалай қосу керектігіне қатысты да видео бар. Қалта деген, сондай жасыл түсті, басқа түстермен тоқылған. Сол жерде көрсетем, қалай мотивті әдемілеп қосуға болатынына қатысты. Сау болыңыздар.